38 тарма. Мысақтағы аурулардың профилактикасы 7 негізгі бағытты қамтиды. Бірінші, профилактикалық медициналық қарап тексеру. Екінші, қауіп факторларын ерте анықтау. Үшінші, иммунизация. Төртінші, саламатты өмір салтын қалыптастыру. Бесінші, репродуктивті денсаулықты сақтау. Алтыншы, антинаталдық және постнаталдық бақылау. Жетінші, инфекциялық ошақтарда жұмыс. 56 тарма. Динамикалық байқау үшін 3 құжаттың біреуі жеткілікті. Мысақ дәрігерінің немесе бейінді маманның қорытындысы. Немесе стационардан үзінді көшірме. Барлық байқау 149 бұйрыққа сәйкес ауруларды басқару бағдарламасы шеңберінде жүреді. 66 тарма. Мысақ 4 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Бірінші, дәрігердің қабылдауына жазылу. Екінші, дәрігерді үйге шақыру. Үшінші, анықтама беру. Есте сақтаңыз, әлеуметтік маңызды аурулардың атауы анықтамада көрсетілмей. Төртінші, мысаққа бекіту. 90 бұйрық жалғыз емес. Ол 37 бұйрықпен амбулаториялық мамандандырылған көмек қағидаларымен тығыз байланысты. Практикадағы жиі қателер, патронажды үйге шақыру ретінде ресімдеу немесе формаларды шатастыру. Жүктілер үшін 07-7E формасы қолданылады. 71 тарма. Шағым тәртібі. Мысақ басшысы 5 жұмыс күн ішінде, ал жоғары орган 15 жұмыс күн ішінде қарауы тиіс. Бірыңғай нөмір 1414. Қорытындылай келе 90 бұйрық сапалы медициналық көмек алудың кепілі. Сіздер бұл жүйенің жүрегісіздер. Зейін қойғанымыз үшін рахмет.